Баршаңызға сәлем, қымбатты достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жасалуы өте оңай мега шоколадты пирог жасап үйренетін боламыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен сүтімізді ысытып аламыз. Қайнатпаймыз, жай ғана ысытып аламыз. Мен микроволновкада ысытып алдым. Соның үстіне қанты мен какаомды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырдым. Бізде сұйық какао, яғни ыстық шоколадқа ұқсайтын масса шығуы тиіс. Барлығы толық ериді сүтіміздің ішінде. Енді 3 жұмыртқаны ыдысымызға жарып, үстіне қантымызды салып, миксермен жақсылап 2-3 минут бойы ағарғанша араластырамыз. Міне осындай аппақ көпіршік болғанға дейін миксерлейміз. Сонан соң жаңағы дайындап алған массамызды құйып, оны да тағы араластырамыз. Және де сұйық майымызды құйып, тағы да миксермен араластырамыз. Енді еліктен өткізіп, өлшеп дайындап алған ұнымыздың үстіне разрыхлитель, яғни қопсытқышымызды салып, оны да араластырып жіберіп, ұнымызды 3-4 бөлікке бөле отырып, массамызға салып, миксерлеп аламыз. Миксердің жай жылдамдығын қолданамыз. Және көп миксерлеудің қажеті жоқ. Біркелкі масса болғанға дейін миксерлесек жетеді. Мен 4 бөлікке сала отырып, ұнымды барлығын салып алдым. Міне массамыздың қоюлығы осындай, бетіне ізі түседі, бірақ кішкене уақыттан жоғалып кетеді. Енді ішіне қосатын арахисті қолданамын. Сіз кез келген дән, жаңғақтарды немесе жидектерді қолдансаңыз болады. Арахисті осылай пышақтың көмегімен уақытты майдалатып алдым. Енді осы массамызға салып, жай ғана лопатканың көмегімен араластырып алдым. Енді осы уақытта біз пешімізді 180 градусқа дейін қыздырып қоямыз және противенімізді дайындаймыз. Міне формамыздың астына мен пергамент қағазын төседім. Жан-жағына еш нәрсе жаққан жоқпын. Барлық массамызды осы формамызға құйып аламыз. Форманың диаметрі менде 24 см. Енді қысып тұрған пешімізге салып, 30-35-40 минут әркімнің пеші әртүрлі пісіріп аламыз. Осылай бетіне шоколадты ганаш құйдым. Оның да мөлшерлемелерін видеоның астына қалдыратын боламын. Жай ғана сары маймен шоколадты араластырып ертіп алдым. Бетіне кез келген посыпканы қолдана бересіздер. Міне кесіп көрсетейін, қалай жұмсақ кесіліп атқанын көріп тұрсыздар. Өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Дәмі шоколадты жақсы көретіндерге ең керемет пирог деп айта аламын. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, мені қолдап жүруді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет, ас болсын.